Індеттің таралуына жол бермеу мақсатында жоғарғы оқу орындары сандық білім беру технологияларын қолдана отырып, толығымен қашықтан оқыту жүйесіне көшті. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті де үздіксіз білім беруді жалғастыру мақсатында қашықтықтан оқыту жүйесіне ауысты. Жұбанов университеті індет аяқталғаннан кейін студенттерді қарсы алуға дайындалуда. Жаңа оқу жылында білім беру саласын дамытудағы басым бағыттар, жаңа технологияларды енгізу жайы назардан тыс қалған жоқ. Оқу орнында болашақ металлургтер үшін мобильді қосымша арқылы практикалық сабақтарға арналған жаңа жабдықтар мен виртуалды тренажерлері бар зертханалар ашылды. Қазіргі заманғы құрал жабдықтармен қамтылған мына зертханада енді студенттер 3D арқылы тәжірибелік сабақтардан өтеді. Нақтырақ айтсақ, байыту саласының негізгі әдістеріне зертханалық жұмыс жүргізеді. Мысалы, мынау металлургиялық пештің виртуалдық үлгісі. Студент көзіне көзілдірік киіп, арнайы пульт арқылы пештің ішінде өзі таңдаған орынға барып, қызықтырған затымен танысады. Бұл зертхананың аты пайдалы қазбаларды байыту деп аталады. Бұл мамандық негізінен 2019 жылы ашылған болатын. Өндіріс орындарының сұранысы бойынша биыл 2-ші курсқа көшті бұл балалар. 1-ші курсқа да студенттер қабылдадық. Бұл зертханада негізі байыту саласының негізгі әдістеріне зертханалық жұмыстар жүргізіледі. Виртуалды түрде негізгі флотациялық жұмыстар, магнитті байыту жұмыстары, басқа да байыту жұмыстары, кесектеу болсын, агломерациялық үрдістерді осы студенттер компьютерлерде виртуалды түрде зертханалық жағдайда жұмыс істей алады. Ал одан да виртуалды байыту цехтарының металлургиялық пештердің виртуалды үлгісі олана компьютерде көрсетілген. Ол компьютерде бала виртуалды көзілдірік киіп, сол пештің қасында немесе сол цехта жүрген өз ішінен көреді. Бала өзі сезінеді және қандай үрдісте жүріп жатқан жақыннан көріп, оған тікелей араласа алады деп ойлаймын. Виртуалды зертханалар күрделі ғылыми құбылыстар мен заңдылықтарды түсіндіруде оңтайлы көмекші. Білім алушыларды жаңа технологиялар арқылы тереңдете оқытатын осындай зертханалардың пайдасы ұшан теңіз дейді университет ұстаздары. Бұл приложение бүкіл студентке береді. Сосын осы пешті біздер жұмыс істей аламыз. Мысалы, үстінен баса тұрып, бүкіл жұмыстың барын көріп отқандай, бұл тегілді пеш. Бұл тегілді пешті не үшін қажет десек, бұл тегілді пеште әртүрлі түсті металдар, мысалы мыс, алюминий, алтын, қалайы, соның барлық металдарды осы пеште балқытуға болады. Бұл пештің жұмысы қалай? Бұл пешке табиғи газ беріледі. Табиғи газ форсунка арқылы беріледі. Берілген газ қақпағы бізге қажетті, мысалы алюминий болсын, медь болсын, жоғарыдан тиеміз. Оны тиіп болып, жаңа балқытқаннан кейін, оны біздер пешті аудару көмегімен керекті қалыпқа құйып аламыз. Керекті қалыпқа болғаннан кейін, бұл жаңағы үрдіс үздіксіз. Мысалы, біздер 20 келік металды 40-50 минутта балқыта аламыз. Келесі агрегат бізде кузница дейді. Кузница. Мысалы, кузницаға газ келіп тұрады. Жаңа ауаның көмегімен, мысалы, шыққан біздер бұйымды мен жерде қыздырамыз. Бұл жерде, мысалы, зергерлік бұйымдар жасауға болады. Аң көмегімен мен жерден қыздырып, ұратын жеріне ұрып, керекті, қажетті бұйымды жасауға болады. Мына жерде мысалы алтын болсын, күміс болсын, бүкіл металдың барлығын өңдеуге болады. Келесі агрегатымыз флотационная машина. Бұл флотация әдісімен орындайтын машина. Бұның көмегімен біз бізге қажетті минералды қосып, қажетті сулы ортада бір металды, бір минералдан басқа бір минералды ажыратып алу әдісі болады. Бұл қалақшаның көмегімен бізге қажетті металды жаңағыдай
бөліп аламыз. А бізге қажет емес минерал жаңа астына тұнып қалатын, астың жағында тұнып қалады. А қажетті металл мысалы керек ыдысымызға алып отырамыз. Мұның барлығы металлургия және тау-кен ісі кафедрасының студенттер үшін жасақталған кабинеттер, ал физик студенттер үшін материалдардың радиациялық физикасы ғылыми зерттеу орталығы қайта құрылды. Шараның ашылу салтанатына университет басшылығы мен ұжымы, зиялы қауым өкілдері қатысты. Осы лаборатория миллиондап ақша әкелсін, бісміллә. Зерттеу орталығы теңдесі жоқ заманауи жабдықтармен жабдықталған. Мұнда радиация, температура және деформация кристаллына ұшыраған кезде кең спектрде және температурада жұмыс істейтін абсорбциялық, термоактивті және люминесцентті спектроскопия арқылы зерттеулер жүргізіледі. Бұл маман даярлау сапасын арттырудың тиімді тәсілі болып саналады. Студенттер халықаралық практикаға сәйкес ғылыми зерттеу принциптерін оқып, ғылыми техникалық үдеріс жетістіктерін тәжірибеде қолдануға бағытталады. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде ғылыми лаборатория, ғылыми орталыққа айналып жатыр. Бұл негізде ең алғаш рет 1984 жылы сол кездегі Ақтөбе педагогикалық университетінің ректоры, ғалым, қайраткер, қоғам қайраткері Арынов Мұхтар Ғалиұлы ашқан болатын. Енді қазір біздің 85 жылдыққа арналып, бұл ғылыми лаборатория көптеген қондырғылармен жаңғыртылды. Барлық қондырғылардың барлығы да толық автоматтандырылған цифрлық технология негізінде жұмыс істейді. Және ол үлкен технологиялық негіздердің көбін біз өзіміздің жасағанбыз. Оның барлығы патенттелген және ғылыми негізгі басылымдар шетелдерде шыққан ғылыми бағыттарды айтатын болсақ, осы ғылыми лаборатория негізі біздің физиканың барлық деңгейін қамтиды. Ол бакалавриат, магистратура, докторантура, және бізде мен сол ғылыми кеңес бар, диссертация қорғайтын кеңес. Сол кеңестің мен төрағасымыз өзі. Осы істің бәрі ғылыми біздің лабораторияда басталынады. Және екінші бір мәселе, тек қана біз фундаменталды ғылыммен айналыспаймыз, сонымен бірге қолданбалы ғылыммен де айналысамыз. Ол негізінде біз мына диатомит дейтін минералды зерттеп жүрміз. Сол диатомит минералдың қандай пайдасы бар екендігін. Оны қолданбайтын саласы жоқ, барлық жерде қолданылады. Бүгін жаңа презентовать еттік, біз ол диатомиттің жалпы бидай менен тарының өсуіне оң әсері болатындығын. Сондай-ақ Қуанышбек Шүңкеевтің жетекшілігімен мектеп оқушыларына арналған физика оқулығы таныстырылды. Жаңа оқу жылында қазақ және орыс тілдерінде жаңартылған бағдарлама 11-ші сынып оқушыларына жол тартты. Оқулық екі бағыт бойынша дайындалған: қоғамдық гуманитарлық және жаратылыстану математикалық. Жиынға қатысқан Ақтөбе облысының білім басқармасының басшысы Ләззат Оразбаева жаңа оқулық авторларын құттықтап, Жұбанов университетінің басшылығына ғалымдарды қолдағаны және ғылымды дамытқаны үшін алғысын білдірді. Бірінші класстан 11-ші классқа шейін толық біздің мемлекетімізде жаңартылған білім беруге көшіп отыр. Сол мезетте осы физика пәнін шығару, оның ішінде физиктер деген ол өте оңай пән емес, оның мамандарының өзі көп деп айтуға болмайды. Саусақпен санарлық негізі. Мен де өзімнің физикаға кішкене қатысым бар, сондықтан мен жақсы білемін. Көп жағдайда мен жаңа ғана айтып жатыр едім, биыл мына физиктерге деген тапшылық болғандықтан біз жаңағы әкімнің грантының өзін осы физиктерге 5 деп бастап 7-8-ге шейін көбейтілді. Өйткені шындығында да біздерге қазір физиктер өте ауадай қажет. Сол кезде осы мектептің балаларын пайдаланатын физик кітабын шығару деген біздің регионымыз үшін үлкен мақтаныш. Сондықтан аға сізге көп рахмет. Енді сіз біздің ұстазымызсыз, сізден шықтық қой. Енді осы дәрежеге жетіп жатқанымыз осындай, барлығы да осы сіздердің арқаларыңыз деп ойлаймын. Қуанышбек Шүңкеев осы оқулыққа қатысты ешқандай сұрақтар туындамас үшін тамыз айында алдын ала барлық аудан мұғалімдерімен онлайн семинар өткізгендерін айтты. Ал алдағы уақытта қандай да бір сұрақтар туындаса, білім басқармасына жүгінудің қажеті жоқ дейді. Олардың телеграм каналына тіркеліп, тез арада жауап алуға болады. Бұрын мысалы оқытушы мұғалім кімнен сұрайтын білмейтін сұрақты министрлікке жазып жататын. Қазір біз тікелей өзі телеграм-канал ашып қойдық. Оған қазір 200-дей адам жазылып, араласып отырмыз. Кез келген сұрақтарын, теориялық сұрақ болсын, практикалық сұрақ болсын, есеп шығару болсын, лабораториялық сұрақ болсын, барлығын тікелей бізден сұрай алады. Мен ойлап отырған бұл жаңартылған
жаңартылған программалар, бағдарламалар жазылған физиканың өзінде жаңартылған әдіспенен біз сол жұмыс істейміз. Бұл меніңше бұрынға қарағанда өте тиімді, дұрыс деп. Бұрын авторды көрмейтін адам, кімге жазатын білмейтін, бұл қазір біз өзі мұғалімдерді білеміз, оқушыларды да білеміз, олар біздерді де біледі. Бұл біріккен істелінетін іштің дұрыс деп ойлаймын. Қазақтың төл зияткерлік ойыны тоғызқұмалақ соңғы жылдары жоғары қарқынмен дамып келеді. Білім ордасында ұлттық зияткерлер мектебінің ашылуы осыған бірден бір дәлел. Тоғызқұмалақ әлемдік мәдениеттің кез келген үлгілерімен бой теңестіре алатын 4000 жылдық тарихы бар озық рухани мұра. Бұл кабинетті ашудағы мақсат жастардың бос уақытын дұрыс пайдалануды ұйымдастыру. Ұлттық құндылықтар қатарына жататын зияткерлік ойын түріне жас ұрпақтың ынтасын оятып, ойын беделін көтеру. Университет ректоры осы ойынды қазірден бастап жастарымыздың бойына сіңіре алсақ, уақыт өте келешек буын логикалық төл ойынымыз бар екендігін мақтан тұтары анық дейді. Тоғызқұмалақ кабинетін ашудан бұрын ең алдыменен бізде бірнеше тоғызқұмалақтан сайыстар өткізілді, жарыстар өткізілді. Ақтөбе өңірі тоғызқұмалақ ойыны бойынша жаңа алдың қатарда келе жатқан бұл енді зияткерлік ойын. Тоғызқұмалақты жалпы мына шахмат ойынымен бірдей үлкен әлемдік дәрежеге көтеруіміз керек. Өйткені бұл интеллектуалды ойын болып есептеледі. Кезінде Абай ойнаған, Абай қаншама жаңағыдай жарыстар өткізген. Бұл жерде мен осы тоғызқұмалаққа үлкен жаңағыдай біздің өңірімізге үлкен үлес қосқан Қабидолла Аманбайұлы Нұршин мырзаға үлкен жаңағыдай басым деймін. Ол кісі жақында ғана өмірден өтіп кетті. Осы Бақтыбай бабамыздың атында қазір тоғызқұмалақ кабинет ашылып жатыр. Сол Бақтыбай бабамыздың кабинетінің ішінде осы Қабидолла Нұршин ағамызға арналған мүйіс, яғни уголок дейміз ғой, сол ашылатын болады. Тоғызқұмалақ ойынын арнайы үйрететін мамандар дегенде біздің Ақтөбеде арнайы тоғызқұмалақ мектебі бар. Сол мектепте арнайы жаңағыдай сол жерде оқушылар оқиды. Соның ішінде біздің өзіміздің студенттеріміз де бар. Ол студенттер бұрыннан оқып келген. Сол мектеппенен біз тығыз байланыста жұмыс жасап жатырмыз. Енді осы мектеппенен тығыз байланыстың арқасында ары қарайда біздің студенттеріміз көбейе береді. Ол мектепке біз осы жерде жаңағыдай мына шаралардың өтуіне тағы да басқасына қолғабыс жасауымыз керек. Екі үлкен жаңағыдай орталық бірігетін болатын болса, Ақтөбедегі тоғызқұмалақтың көсегесі көгере береді деген ойымдар. Енді осы кабинетте тек тоғызқұмалақтың жанашыр студенттер әрі қарай дәріптеп, биіктен көрсетіп жүрген студенттер көп бола берсін дейді. Енді біз тығыз жұмыс істеудеміз. Осы кабинетті ашамыз деп жатқанда Сабыржан Сәбиталаевич маған звондаған, жаңағы осы кабинетті қалай жасадың? Сіздер енді бұрыннан істеп бератсыз. 2002 жылдан бастап біздің мектеп жұмыс істеп келеді. Республикада жалғыз мектеппіз біз. Зияткерлік, бізде шахмат, дойбы және тоғызқұмалақ үйірмелері жасайды. Республикада жалғыз. Результаттар бойынша, енді нәтиже бойынша біздер алдындағы қатардамыз. Үштіктен әлі түспей жатыр деп тұрмыз. Бірлесіп істеген жұмыс берекелі болады. Бекем бірлік пен тындырымды еңбектің нәтижесін алдағы уақытта естіп көре жатармыз. Айта кетейік, Ақтөбе облысының зияткерлік тоғызқұмалақ қауымдастығы қоғамдық бірлестігі алдағы уақытта тоғызқұмалақтан турнир өткізбек ниетте екенін жеткізді. Мына спорт площадкаларын неге салып жатырмыз дейсіздер ғой. Ертең пандемия аяқталғаннан кейін барлық адамдарды спортпен айналысуға далаға шығарады. Өйткені міне спортсмендер біледі, анау немененің ішінде айналысу қауіпті болады, барлығы далаға шығады. Сондықтан да бізде қазір осы жерде біреу, міне екеу бар, үшеу бар. Енді тағы Гришинаның қасында осындай волейбольный
площадка жасалып жатыр. Коронавирус пандемиясы күллі әлемге денсаулықтың маңызын тағы бір мәрте түсіндіргендей болды. Қолда бар алтынның бағасына жете бермейтін біз қазір осы иммундық жүйемізді қалай сақтап, оны баптау үшін ізденіп, ғаламторды қарап, түрлі кеңестерді ой елегінен өткізіп жатырмыз. Денсаулықты шынықтырудың бірден бір жолы ол әрине салауатты өмір салтын сақтану. Індет қаупі басылып, студенттер университетке келген кезде спорттық инфрақұрылымның барынша қол жетімді болуын қамтамасыз ету үшін Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті бірнеше спорттық алаңдар салуда. Соның бірінің білім күні қарсаңында ашылу салтанаты өтті. Енді бәрімізге белгілі, Қазақстан болсын, әлемде болсын, салауатты өмір салты дейтін ұғым бар. Сол бағытта мына қазіргі біздің университетте осындай алаңдар салып жатыр. Бүгінгі ашылып жатырған алаң баскетбольный және волейболының алаңдары. Жалпы бұл жерде мына ашық алаң біздер өте жақсы деп ойлаймыз, себебі мына студенттерге оқу процесіне және мұғалімдерге бос уақытында ойнауға, осы жерде айналысуға осындай жағдай туғызып жатыр біздің ректорат. Сондықтан болашақта біздер ойлайтынымыз осы мына осы жерде өзінің бос уақытында немесе оқу процесінде студенттер, мұғалімдер осындай баскетболмен, волейболмен, басқа түрмен айналысқанда олардың денсаулығы жоғарылайды, сонымен қатар жалпы өзінің өмір салтына, өзінің өміріне ықпал тигізеді деп мен ойлаймын. Сондай-ақ білім ордасында өңірге белгілі тарихи тұлға, мемлекет және қоғам қайраткерлеріне арналған озық технологиямен жабдықталған арнайы оқу кабинеттер ашылды. Бұл ретте тарихшы Елтоқ Ділмұхамбетовтің, ақын-композитор Бәкір Тәжібаевтың және Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлованың 95 жылдығына орай жаңа оқу кабинеттері өз есігін айқара ашты. Жаңа оқу жылында Жұбанов университетінде оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдер, технологиялар білім беру талаптарына байланысты жаңартылды. Жаңа орталықтар, спорт алаңдары ашылды. Сапалы терең білімді меңгеруге талпынған жастар үшін барлық жағдай жасалынуда. Қашанда жаңалыққа жаңаша қарап, оны дамыту мен жетілдіру бағытында үнемі ізденіс үстінде жүретін университет қашықтықтан оқу жүйесінде де оң шешім тапқан. Өздеріңіз білетіндей, осы пандемияға байланысты білім беру толық процесі қашықтан жүруіне байланысты, онымен бізде тәрбие беру ісі де тоқтамайды. Бізде қашықтан да осы тәрбие процесі жүретін болады. Және де осы барлық ашылып жатқан кабинеттерде, осы сыртын алаңда ашылып жатқан осы волейбол, баскетбол алаңдары да бұның әрине ертең үлкен пайдасы болады. Себебі әрине біз жақсылыққа сенеміз, күндердің бір күні біткеннен кейін осы студенттер бізге келіп, әрі қарай осындай жайлы да жақсы, барлық техникалық базасы дамыған жерде оқығандар әрине өздеріне жақсы, өзімізге де жақсы. Осыған қарамастан біздерде осы тәрбие беру процесі жоғарыда айтып өткенде онлайн форматта, яғни бізде смарт-дарсу қосымшасы арқылы жүзеге асатын болады. Ол жерде бізде қосымшаға тіркелу арқылы, мысалға бірінші курс студенті келгенде, онда бізде студенттік парламенттің толық жүйесі, яғни студенттік өзін-өзі басқару ұйымының толық жүйесі сандық форматқа көшірілген. Яғни белгілі бір ұйымға өзінің қызығушылығына байланысты тіркелгісі келсе, осы аяқтағы студенттік парламенттің, студенттік ұйымдардың барлық бізде толықтай университет деңгейінде, облыстық деңгейінде өздерінің іс-әрекеттерін жүзеге асырып жүрген ұйымдар тіркелген, және де ол туралы толық ақпаратты қарап, сол ұйымға өзі тікелей қосымша арқылы, смарт-дарсу қосымшасы арқылы тіркеле алады.